Көптеген адамдар лавр жапырағын сорпалар мен бұқтырылған тағамдарда аспаздық шөп ретінде пайдаланады. Бірақ ол емдік шөп ретінде де ғасырлар бойы танымал болып келген. Оны шикі күйінде, кептірілген күйінде де іше береді. Сонымен қатар жылы суға қайнатып, диуретик ретінде қабылдайды. 2006 жылы жүргізілген зерттеу 200 мг лавр жапырағы сығындысы берілген егеу құйрықтардың жаралары әлде қайда жылдам жазылатындығын көрсетті. Ал 2011 жылы басқа зерттеу нәтижесінде бұл әсердің қалай болатындығы түсіндірілді. Лавр жапырағы сығындысы ең көп таралған патогендік микроорганизмдердің қарсы белсенділігіне ие. Соның ішінде алтын стафилококк, яғни золотой стафилококк, аспаргиллус фумин, кандида албиканс және тағы басқа. Лавр жапырағы деп аталатын өсімдіктердің бірнеше түрі бар. Дегенмен, нағыз лавр жапырағы лаурус нобилус, яғни асыл лавр деген тұқымы. Басқа лаврушка өсімдіктерінің жапырақтары емдік қасиеттерге ие емес. Олардың көпшілігі улы болуы мүмкін. Лавр жапырағы ас қорытуға өте жақсы және күйдіргіш пен метеоризм сияқты мәселелерді емдеуге көмектеседі. Лавр жапырағының ыстық қайнатпасы көптеген ас қорыту бұзылыстарын, соның ішінде іш қатуды, дәреттің бұзылуын жеңілдетеді. Ас қорыту бұзылған және ісінген жағдайда да қабылдауыңызға болады. Бал қосып күніне 2 рет ішіп тұрсаңыз да өзінің емдік қасиетін лавр жапырағынан байқай аласыз. Сонымен қатар лавр жапырағы ас қорытуды қалыпқа келтіріп қана қоймай, тәбетті жақсартады. Қан тамырларын тазартып, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзаны қабынудан басады. Әсіресе буындардың қабынуына жақсы әсер етеді. Сондай-ақ лавр жапырағы денеден тұздарды кетіруге қабілетті, салмақты жоғалтуға көмектесе алады. Иммундық жүйені нығайтады және жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар антисептикалық және антифункционалды әсерге ие. Лаврдың емдік қасиеттері мұнымен шектелмейді. Сарапшылар аталған өсімдік шашымыздың күйіне де әсер етіп, тіпті қайызғақтан арылуға көмектесетіндігін айтады. Дұрыс тамақтану бойынша сарапшы аспаз Синицин лавр жапырағын пайдалану және сақтау құпиясымен былай дейді. Синициннің айтуынша, лавр жапырағына қатысты түрлі пікір бар. Мысалы, оны тамақ әзірлегенде тұтастай салу және дайын болғаннан кейін қалдыру керек деп есептеледі. Алайда бас аспаз бұны бұлай істеуге болмайтындығын айтады. Лавр жапырағын дұрыс пайдалану үшін, пайдалы және дәмді болу үшін, оны тағам дайын болғанға 5 минут не 10 минут қалғанда салу керек және одан кейін оны міндетті түрде алып тастаған дұрыс. Әйтпесе, эфир майымен бірге ащы тамақ болып кетеді. Бұл айтарлықтай мықты дәмдеуіш. Сондықтан оны тамақ ыстық болып тұрғанда салған жөн деп кеңес береді. Америкалық шөп жазушысы Скотт Каннингем лавр жапырақтарының эфир майының химиялық құрамын зерттей отырып, оның құрамында 65 түрлі құрамдас бөліктерді санап шығарған. Ежелгі заманнан бері ішек ауруларын лавр жапырағымен емдеген, және бұл бекер емес. Заманауи ғалымдар бұл өсімдіктің қайнатпалары мен сығындылары ас қорытуды жақсартатынын және бактерияға қарсы, вирусқа қарсы, қабынуға қарсы, қант диабетіне қарсы әсер ететіндігін растап отыр. Иммундық жүйені ынталандырып, нервтерді нығайтады және эпилепсия мен конвульсияға арналған. Мысалдар келтіретін болсақ, лавр жапырағының қайнатпалары мен сығындылары жараларды жақсы емдейді деп түсіндіреді гастроэнтеролог. Ал стоматиттен жазылу үшін кейде лаврушканың бір жапырағын шайнау жеткілікті. Лавр эфир майы туберкулез таяқшасының дамуын тежейді. Инфузия, артрит, невралгия және бұлшықет ауруы бар ауыратын жерлерді сүртуге де болады. Лавр буындардағы тұзды керемет кетіреді.
Сонымен қатар лавр жапырағының ер адамдардың да денсаулығына пайдасы бар. Лавр жапырағының құрамындағы пайдалы микроэлементтер жүрек пен қан тамырларды нығайтушы және қан айналымын жақсартушы. Лаврушканың бұл қасиеті ерлер үшін өте пайдалы, өйткені олар көбінесе жүрек, қан тамыр ауруларына бейім болып келеді. Лавр жапырақтары атеросклероз және ишемиялармен күресуге, деменцияның алдын алуға көмектеседі. Деменция деп отқанымыз өз кезегінде ақылынан алжасу. Мырыш басқа заттармен бірге сперматозоидтардың түзілуін ынталандырады және олардың белсенділігін арттырады деп атап көрсетеді доктор Армашева. Қартайғанға дейін бала көтеру функциясын сақтауға көмектеседі. Сондай-ақ лавр жапырағы потенцияны қалыпқа келтіруге көмекші ретінде және простата аденомасының профилактикасы ретінде көрсетілген. Ал әйелдер өз кезегінде лавр жапырағын косметологияда қолдануына болады. Егер бетке безеу көп шығатын болса, оны лосьон ретінде қолдануға болады дейді. Зерттеушілер лаврушка қайнатпалары қайызғақтан арылуға және бас терісінің май бездерінің секрециясын реттеуге көмектесетінін анықтаған. Шашыңызды лавр суымен шайсаңыз, олар күшті болады. Сондай-ақ лавр жапырағы денеден артық сұйықтықты кетіреді және метаболизмді тездетеді. Бұл қасиеттер өз кезегінде салмақ жоғалту үшін пайдалы. Лаврушка сонымен қатар циститке, гормоналды теңгерімсіздікке, ауыр етеккірге және ауыр менопаузаға көмектесе алады. Оның құрамындағы пайдалылық жүйке жүйесін тыныштандырып және токсиндерді кетіруші. Барлық өсімдіктер сияқты лавр жапырағының да кері қарсы көрсетілімдері бар. Асқазан ішек жолдарының, әсіресе ойық жара, холецистит және панкреатит, жүрек және қан тамырлары, бүйрек және бауыр ауруларының өршу кезінде дәмдеуіштерді қолдануды шектеу қажет. Қанның ұйуы төмен адамдар сақ болу керек, себебі лавр қанды жақсы сұйылтады. Лавр қара бұрыштан кейін әлемдегі ең көп таралған дәмдеуіштер. Оны жаңа піскенде кептірілген кезінде де қолдануға болады. Құрғақ жапырақ барлық пайдалы қасиеттерді сақтай алады. Кептірілген дәмдеуіштерді ұнтақ түрінде де жасауға болады. Оны әдетте соустарды жасау үшін қолданылады. Лаврушка сүттен басқа кез келген өнімге қосыла береді. Лавр жапырағын дайындаудың бір рецептін сіздерге ұсынайық. Ол үшін жапырақтарды 5 минут қана қайнатыңыз, термосқа су құйыңыз және оны бұқтырып қоясыз. Содан кейін сүзгіден өткізіп аласыз. Бұдан кейін емдік сусын дайын. Осы сусынды күніне 2 мезгіл ішіп қолдансаңыз болады. Не болмаса қарапайым ғана рецепт, тамақ дайындар кезде, әсіресе сорпақ дайындар кезде күніне не болмаса күнара дайындайтын болсаңыз 2-3 талдан қосып сол тамақты қолдансаңыз да лавр өзінің пайдалы қасиетін организмге береді. Лавр жапырағын тұтастай жұтудың қажеті жоқ. Себебі ол өңеш пен ішектің қабырғаларын тесіп жіберу мүмкін. Сол себепті де лавр жапырағын ыстық суға қайнату арқылы, не болмаса ыстық су құйып бүркеу арқылы пайдалана аласыз. Ал осымен қадірменді YouTube көрермен, бүгінгі ұсынған лавр жапырағы туралы пайдалы ақпараттарды естідіңіздер. Әрқашан өз денсаулықтарыңызға жауапкершілікпен қарап, пайдалы ақпараттарды дұрыс қолданыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар. Қазақша контентті дамып, осы каналдағы ақпараттарды таратып жіберсеңіздер риза болып қалар едік.